Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Казмет. Бүгінгі біздің тақырыбымыз көздің гистологиясы. Ендеше бастайық. Ең бірінші біз сезім мүшелері мен анализаторлар туралы білуіміз керек. Жалпы сезім мүшесі дегеніміз не? Ол анализатордың перифериялық бөлігі болып табылады. Ал анализатор дегеніміз орталық жүйке жүйесімен қоршаған ортаны байланыстыратын морфофункционалды жүйе болып табылады. Негізі анализатордың біз үш түрін ажыратамыз. Ол перифериялық, аралық және де орталық. Перифериялыққа ол бізде өзі жаңа айтып тұрғандай сезім мүшесін жатқызамыз. Аралыққа бізге нервті жатқызамыз, және де орталыққа орталық жүйке жүйесін, яғни миды жатқызады екенбіз. Мысал келтіретін болсақ, перифериялыққа көзді алайық. Иә, бүгінгі тақырып көз нервілері арқылы жаңағы шүйде аймағына барады да мидың информация жеткізеді. Біз оны көреміз көз арқылы, информация нерв арқылы миға жетеді. Осылай анализатордың негізгі қызметі болып табылады. Жалпы бізде сезім мүшелерінің классификациясына келетін болсақ, олар үш типті болады. Біріншісі ол көру мүшесі, иіс сезім мүшесі, екіншісі есту мүшесі, тепе-теңдік мүшесі, және де дәм сезу. И үшіншісі бізде бос емес жүйке ұштары болып табылады. Жалпы енді көзге келетін болсақ, көз бізде негізі көз алмасынан және де оны қоршап жатқан қосалқы ағзалардан жатады. Қосалқы ағзалар ол бізде қабақ, көздің бұлшықтері, жас аппараты болып табылады. Бізде көз эмбриональдық дамудың 3-ші аптасында пайда болады. 3-ші аптасында 22-ші күнінде деп әртүрлі жазылады. Ең бірінші ол бізде көз трубкасынан, көз көпіршігіне айналады. Содан кейін ол екі қабатты көз бокалына айналады, ал одан бізде торлы қабық пайда болады. Яғни бізде екі жаңағы қабырғалық көз бокалы пайда болады дедік қой, оның ішкісі торлы қабықтың өзі болып саналады, ал сыртқысы торлы қабықтың пигментті қабаты дамиды екен. Бізде өзі көздің алмасы, көздің қабағы, осылай жас аппараты. Келесі. Жалпы бізде көздің дамуына келетін болсақ, бізде эктодермадан дамиды, жаңағы мезенхимадан дамиды, және де нервная трубкадан, яғни жүйке түтігінен дамиды екен. Осы жерді өздеріңіз дәптерлеріңізге жасап тұрып конспектеп алдыңыздар, өйткені бұл маңызды болып саналады. Жалпы бізде көз алмасының қабықтарына келетін болсақ, үш түрлі болып келеді. Сыртқы қабықтары ол фиброзды қабық, ортаңғысы тамырлы, ішкісі торлы. Сыртқысы бізде мөлдір қабық пен склера жатады. Тамырлы қабыққа нұрлы қабық, кірпікшелі дене, меншікті тамырлы қабық. Және де соңғысы ол бізде торлы қабық болып саналады. Енді мына суреттен қарайық. Ең біріншісі міне бізде мөлдір қабық. Мөлдір қабықты и склераны біз сыртқы қабыққа жатқызғанбыз. Және де міне ақ пен шалған склера. Бұл склера. Екінші бізде ортаңғы қабықта нұрлы қабық, кірпікшелі және меншікті тамырлы қабықты жатқызған болатынбыз. Ең бірінші міне нұрлы қабық. Нұрлы қабық, кірпікшелі дене және де меншікті тамырлы қабық. Одан кейін ең ішкісі бізде торлы қабық. Осының бәрі торлы қабық. Міне препаратты көре алғандай, мына жақта бізде мөлдір қабық, склера сыртын қаптаған, одан кейін нұрлы қабық, кірпікшелі дене, меншікті торлы қабық, меншікті тамырлы қабық және де самый ішкісі бізде торлы қабық. Енді біз мөлдірлі қабыққа тоқталатын болсақ, ол бізде фиброзды қабықтың алдыңғы бөлігі болып табылады. Негізінен аты айтып тұрғандай мөлдір болып келеді. Оның қалыңдығы 0,9 мм құрайды. Жалпы мөлдір қабықтың ұшы, яғни склераға ауысатын жерін біз лимф деп атайды екенбіз.
Бұл жерде тамыр болмайды, сол себепті жаңағы қоректенуі көздің алдыңғы камерасының сулы ылғалдылығына болып келеді екен. Бұл жақта тамыр жоқтығына байланысты, яғни тамыр жоқ, лимфалық отток жоқ. Сол себепті бұны трансплантологияда өте жиі қолданады. Көбінесе жаңағы труптардан осы мөлдірлі қабықты пересадка жасайды. И ол отторгаться етпейді, потому что, опять-таки, тамыр жоқ и лимфалық ағыс жоқ. Сол себепті реципиентке барлығы, то есть, сәйкес келеді. Жалпы бізде мөлдірлі қабықтың гистологиялық 5 қабатын ажыратамыз. Бізде ең біріншісі ол алдыңғы эпителий. Алдыңғы эпителийді шекаралық табақшасы, одан кейін меншікті зат немесе строма, және де жаңағы артқы шекаралық табақша, және де артқы эпителий. Енді әрбір қабаттарын жеке-жеке айтып шығайық ерекшеліктерін. Ең бірінші бізде алдыңғы эпителий, ол көп қабатты мезопитін 8 эпителий. Өйткені ол жаңағы мезенбейді, өйткені мезенсе біз түк те көре алмаймыз, иә. Жаңағы регенеративті циклы 7 күн болып саналады, яғни 7 күн сайын обновляцияда отырады. Көптеген бос жеке ұштары бар, сол себепті қазанқабық рефлексін атқарады. Эпителиальды жасушалар күннің ультрафиолетіне ферритин арқылы қорғанады. Вот осы моментті айту керек. Мысалы, біздің теріміз ультрафиолеттен меланин арқылы қорғанады. Ал көзде ондай возможность жоқ. Меланин болса, ол жерде біз түк те көре алмаушы едік. Сол себепті ол ферритин арқылы қорғанады екен. Екінші қабат алдыңғы шекаралық табақша немесе бомба мембранасы деп атайды. Бұл жерде инфекцияның таралуына тосқауыл ретінде жүреді, және де бұл регенерацияланбайды. Яғни зақымданып қалса, оның қайттан қалыпқа келуі өте сирек. Үшіншісі бізде үлкен аймақталып жатқан меншікті зат немесе строма болып табылады. Бұл жерде 60-қа жуық жұқа табақшалардан тұрады. Әр табақша коллаген талшық шоғырларынан тұрады. Судың және протеогликандардың көп мөлшерінде болуына және талшықтардың дұрыс орналасуына байланысты мөлдір болады. Және де бұл жерде осы коллаген мен протеогликандар негізі бізде суды өзіне тартады. Вот осы кезде жаңағы оның былайша айтқанда қоректенуі жүреді. Төртінші, бізде артқы шекаралық табақша немесе десмоцитті мембранасы деп атайды екен. Жуан базальды мембрана болып келеді, жақсы регенерацияға ұшырайды. Жаңағы алдыңғы шекаралық табақша регенерацияға жаман, яғни нашар ұшырайтын болса, бұл жақсы ұшырайды. Одан кейін ең соңғысы артқы эпителий, бір қабатты 8 эпителий. Эпителийдің негізгі функциясы натрий калиатты фаза арқылы мөлдір қабыққа натрий иондарын түсуін реттейді, яғни осмолярлылық гидратацияны реттейді екен. Енді бізде склераға келетін болсақ, жалпы склера бізде 3 қабаттан тұрады. Ең біріншісі эпискриальды, ол борпылдақтан екертінді болып табылады. Екіншісі меншікті субстанция, бұл жерде тығыз жуан коллаген талшықтарының торларынан тұрады. И үшіншісі тамыр үсті табақша жұқа коллаген талшықтарынан, эластикалық талшықтардан, фибробласттардан, меланоциттерден, макрофагтардан тұрады екен. Енді тамырлық қабыққа келетін болсақ, оның бірінші несі қабық, ол нұрлы қабық. Жалпы бізде нұрлы қабықтың негізгі функциясы көз қарашығының диаметрін реттеу, және де фоторецепторлардан, яғни жарық көзге түскен кезде фоторецепторлардан қорғау қызметін атқарады екен. Жалпы бізде нұрлы қабықтың 5 қабатын ажыратамыз гистологиялық. Ол ең біріншісі алдыңғы эпителий. Суретте барлығы көрініп тұр, алдыңғы эпителий. Алдыңғы эпителий ол бізде нейроэктодерманың туындысы болып табылады екен. Екінші қабаты бізде шекаралық қабаты. Алдыңғы шекаралық қабат ол бізде борпылдақтан екертін болып табылады, және де бұл жерде пигментелген жасушаларды көреді екенбіз. Үшінші қабаты бізде
тамырлы қабат. Тамырлы қабатта бізде аты айтып тұрғандай тамырлардың шоғыры яғни тамырлар орналасқан, яғни сол жақтан бізде несі қоректенуі жүреді, иә. Төртіншісі артқы шекаралық қабат. Міне ол бізде борпылдақ дәнекерден болып табылады. Және де бұл жерде екі бұлшықетті ажыратамыз. Ол сфинктер және де дилататор. Сфинктер дегеніміз ол жаңа айттық қой, то что көз қарашығы, нұрлы қабық бізде көз қарашығының диаметрін істейді деп. Осы сфинктер ол көз қарашығын тарылтады, ал дилататор керісінше жаңағы көз қарашығын ұлғайтады. Үшіншісі бізде артқы эпителий, ол жерде уже нейроэктодерма болып саналады екен. Жалпы міне көріп тұрғандарыңыздай, егер де нұрлы қабық мөлдір болатын болса, жалпы бұл жерде міне біз қан тамырларды көре алады екенбіз. Альбиноспен ауыратын адамдарда осылай көздері қызыл болып тұрады, өйткені ар жағындағы тамырлардың барлығы көрініп тұрады. Міне нұрлы қабықтың түсіне байланысты қоңыр болуы мүмкін, көк болуы мүмкін, альбиностар сияқты болуы мүмкін. Одан кейін міне сфинктер бұлшықеті әсерінен бізде көз қарашығы тарылып тұр. Дилататор әсерінен ол не істеп тұр? Ол ұлғайып тұр, иә. Қараңғыда мысалы көзіміз ұлғаяды, ал неде жарық түскенде көзіміз тарылады, иә. И осы жерде жалпы жарайды, оны қазір кірпішелі денені айтып жатқан кезде түсіндіріп кетермін. Сонымен қатар кейбір деректер бойынша осылай әрбір мысалы нұрлы қабықта бір пятно болатын болса, немесе бірдеңе шығатын болса, яғни патологиялық, қай ағзада орналасқан жеріне байланысты қай ағзаның патологиясы болуы мүмкін деген деректер шығып жатыр, бірақ та әлі нақты ешқандай факттар жоқ. Енді кірпікшелі денеге келдік. Жалпы бізде кірпікшелі дене дегеніміз не? Ол бізде нұрлы қабықтан кейін орналасқан. Яғни бұл біз, мысалы, нұрлы қабықты біз көре алсақ, бұл жерде біз уже көре алмаймыз, өйткені оның артында орналасқан, иә. Жалпы оның қызметі, екі қызметі бар. Көз қарашығының диаметрін реттейді, және де көздің жаңағы ылғалдылығын сақтайды, өңдейді. Вот осы жаңа айттым, что нұрлы қабық пен кірпікшелі дененің функциясы бір. Көз қарашығының диаметрін реттеу болып табылады. Бірақ та екеуі әртүрлі. Көз қарашығының диаметрін реттейді жарыққа байланысты, ол бізде нұрлы қабық. Ал заттардың алыс немесе жақынына байланысты, ол бізде кірпікшелі дене болып табылады. Оны қазір айта кетермін. Бізде жалпы айттық қой, то что кірпікшелі дене бізде ылғалдылықты реттейді деп. Ылғалдылықты ол қалай реттейді? Ол бізде қанды жаңағы фильтрлеу арқылы алдыңғы және де артқы жаңағы көздің алдыңғы артқы камераларын ылғалдылықпен қамтамасыз етеді. Так. Міне. Бұл жерде бізде гематосулы барьердің маңызы зор болып саналады. Гематосулы барьер ол гематоофтальмикалық барьердің бөлігі болып табылады. Яғни бізде кірпікшелі денеде жаңағы пигменттелген емес эпителий жасушалар арқылы қан плазмасы фильтрден өтеді. Ол фильтрден өткеннен кейін сулы ылғал көздің артқы камерасына өтеді. Көздің артқы камерасына өтеді. Одан кейін көз қарашығы көмегімен ол бізде алдыңғы камераға келеді.
алдыңғы камераға келеді, ол трабекулалы торға кіреді. Трабекулалы торға кіреді. Торға кіргеннен кейін жаңағы ол бізде венозный синусқа кіреді. Міне венозный синус немесе шлемов канал деп атайды оны. Жалпы бізде трабекул тор дегенімізде ол мөлдір қабық пен нұрлы қабықтың арасындағы орналасқан канал жүйесі болып саналады. Вот. Венозный синусқа кіреді, шлемов каналға, одан кейін ары қарай ол венозды торларға өтеді. Одан сайын ашылады. Жалпы бұл жердің шлемов каналдың маңызы не? Иә, бізде егер де көздің ылғалдылығы су артық су деймін ғой, вот. Ылғалдылығы артық болған кезде осы шлемов канал арқылы ол ағу керек нормада. Егер де осы шлемов канал иногда закупорка болуы мүмкін, сондай кездері ол дұрыстап аға алмайды. Сол себепті көздің ішінде көздің қысымы көтеріледі. И осы жерден бізде глаукома дамиды екен. Глаукома деген ауру. Яғни бұның медициналық несін айтып отырмын да, маңызы осы каналдың неде. Жалпы бізде кірпікшелі деген былай түсіндіріп кететін болсақ, ол бізде целлярлы өсінділерден тұрады, и целлярлы бұлшықеттерден тұрады. Өсінділер көз бұршағын нұрлы қабық артына бекітеді. Ал бұлшықеттері көз бұршағының қисайын реттейді. Кривизна дейді ғой, қисайын реттейді. Циллярдың бұлшығы 3 функционалды бөліктен немесе 8 бұлшығы талшықтары топтарынан тұрады. Ол меридиональды, радиальды және айналмалы. Жалпы, міне, бұл бізде мысалы көздің ішінен қарағанда, иә, мындай осындай суретті көре алады екенбіз. Міне кірпікшелі дене. Кірпікшелі дене, мына көз қарашығы өзінің талшықтарын былай жібереді. Міне талшықтарды нету үшін қарашықты біз диаметр реттеу керекпіз ғой. Осы талшықтарды былай жібереді, бір андай сіңір сияқты бүйтіп тартып жібереді. Вот. И осы кезде жаңағы көз мысалы жаңа айттық қой, то что көздің диаметрін жарыққа тәуелді емес, ал заттың жаңағы ара қашықтығына, яғни ол жақын ба немесе алыс па екендігіне қарай жаңағы подстраиваться етеді екен. Вот осының нағыз айырмашылығы. Енді біз көз бұршағы туралы айтатын болсақ, жалпы дамуы ол жаңа айттық қой, бізде көпіршік, яғни пузыректен дамиды. Осы пузыректің жаңағы қасан қабыққа қарайтын алдыңғы эпителий болады и артқы эпителий болады. Осы жерден алдыңғы эпителий бір қабатты кубтық болып саналады, ал артқысы биік цилиндрлі эпителийді құрайды. Бұл жерде жаңағы жасушалар өте жаңағы ұзындалады, және де бұл жерде кристаллин деген белок түзеді. Ал сол жаңағы кристаллин ол клеткалардың мөлдірлігін қамтамасыз етеді. Көз бұршағының регенерациясына келетін болсақ, ол экваторлық клеткалар арқылы жүреді. Бірақ та бұл клеткалар өте аз, сол себепті бұл жерде баяу регенерация процесі жүреді. И баяу регенерация процесі жүргеннен кейін, жыл өткен сайын жаңағы көз бұршағында көлденең жаңағы кристаллин белок дедік қой, и вот сол кристаллин белоктарында көлденең тігістер пайда болады, и сол көлденең тігістердің кесірінен бізде көз бұршағы бұлғырланады, яғни мутный болып кетеді. И осы жерде біз катарактаның дамуын көреді екенбіз. Мутный жаңағы бұлғыр болады да, и вот катаракта дамиды осы жерде. Содан кейін, жаңа айттым, то что кірпікшелі дене туралы айтып жатқанда, біз осы жерде алыс зат пен жаңағы жақындағы заттың
затқа деген, яғни қайсым екен, көз бұршағының қисаюы туралы айтқанбыз, яғни алыста неткенде біз көзімізді бүйтіп шүйірлетеміз ғой, қысып, иә, соған байланысты бізде жаңағы хрусталиктің өзгерістері жүреді екен. Яғни бұл жерде оны аккомодация дейді, именно расстояниеға, яғни арақашықтыққа байланысты көз бұршағының өзгеруі. Ал адаптация деген ол жарыққа байланысты. Бұл екі түрлі процесс, сол себепті аккомодация мен адаптацияны шатастыруға болмайды. Аккомодация ол көз бұршағының қисаюы, жаңағы былайша орысша айтқанда изменение кривизны хрусталика болып келеді. Көз қарашығын емес, ол жаңағы адаптация болып келеді. Енді жалпы осы жерде бізде хрусталик ол өзі дөңгелек домалақ болып келеді, и осы жерде жаңа суретте көрсеткендей талшықтар арқылы кірпішелі денеге неткен байланысқан болып келеді. Жалпы егер де бізде зат алыс орналасатын болса, яғни осы суреттегідей, ол бізде максималды түрде жалпақ болып келеді. Міне көрдіңіздер ғой, иә, талшықтар арқылы осылай тартады шетінен, чтобы осы хрусталик бізде плоский, яғни тегіс болу үшін. Бұл жерде цилиарлы дененің бұлшық еттерінің босаңсуы жүреді. Босаңсиды и талшықтар тартады. Одан кейін екіншісі, егер де зат бізде жақыннан орналасатын болса, мына суреттегідей, бұл жерде керісінше цилиарлы дене, цилиарлы бұлшық еттер босаңсымайды, наоборот, қалай айтсам екен, қатаяды. И соның себептерінен талшықтар бізде жиырылып қалады. И талшықтар жиырылғаннан кейін тартпайды, яғни не істейді, бұл бізде хрусталиктің несі жүреді, дөңгеленуі жүреді. Осы кезде айта кететін жағдай, жас өткен сайын, жасылған сайын, ол хрусталиктің бізде мөлдірлігі ғана өзгермейді, сонымен қатар эластикалық қасиеттері де өзгереді. Сол себепті жас келген сайын адамдарда көбінесе минус емес, яғни плюс зрениесі болады екен. Келесі бізде меншікті тамырлы қабық. Жалпы меншікті тамырлы қабықта бізде 3 түрлі қабатты ажыратады екенбіз. Ол тамыр үсті табақша, строма және де хореокапиллярлы қабат. Тамыр үсті табақшасы ол склерамен тамырлы қабықты байланыстырады. Содан кейін строма бізде дендритті меланоциттер, фибробласттар, тіндік базофилдерден тұрады. Және де үшіншісі хореокапиллярлы қабат, ол көз торын қоректі заттармен қамтамасыз етеді. Тамырлы қабық пен склера арасында бруха мембранасы орналасқан. Ол бізде жұқа аморфты гиалинді мембрана болып табылады. Жалпы бұл жерде бруха мембранасы туралы айта кететін болсақ, оның өзі 5 қабаттан тұрады екен. Ортасында бізде эластикалық талшықтардан тұратын қабат. Одан кейін оның екі жағына коллагенді талшықтар тұрады. И содан кейін 2 базальды мембранасы бар. Ол бізде жаңағы тоже екі жақтан астыңғы-үстіңгі деп бөлінген базальды мембрана немесе эндотелий деп те атайды екен. Жалпы бұл жерде тоқталатын ештеңе жоқ. Келесіге кететін болсақ. Ең соңғы қабық, ол торлы қабық. Ол жалпы 4 түрлі жасушалар тобынан тұрады. Ең біріншісі ол пигментті жасушалар, екіншісі фоторецепторы жасушалар, яғни құтыша, таяқшаларды айтамыз. Олар бізде жаңағы жарыққа және де
то есть жарыққа реагировать етеді. Одан кейін үшіншісі биполярлы жасушалар, и төртіншісі gangliозды жасушаларды айтады екенбіз. Жалпы біздер торлы қабықтың біз 10 қабаттарын ажыратамыз. Ең бірінші ол пигментті эпителий, ол түсінікті, то что бізде пигментті жасушалар бар бұл жерде. Фотосенсорлы жаңағы құтышалар мен таяқшаларды айтамыз. Сыртқы шекаралық ол радиальді глиоциттерден құралған. Сыртқы ядролық содан кейін бесіншісі торлы қабықтың сыртқы қабығы, нейросенсорлы жасушалардың өсінділері, яғни аксондары мен биполярды жасушалардың дендриттері және синапстар орналасқан екен. Одан кейін алтыншысы ішкі ядролық биполярлы жасушалардың денелері орналасқан. Жетіншісі торлы қабықтың ішкі қабығы, биполяр жасушалардың аксондары және ганглионарлы жасушалардың дендриттері орналасқан. Сегізіншісі ганглионарлы, жаңа айтқандай бізде ганглионарлы жасушалар орналасқан, яғни солардың денелері. Тоғызыншысы жеке талшықтары, ганглионарлы жасушалардың аксондары құралған, кейінірек олар көру нервін қалыптастырады. Және де соңғысы ішкі шекаралық бағанағы радиалды глиоциттер болып табылады екен. Жалпы бұл жерде айта кететін жағдай сарыдақ пен соқырдақ туралы. Вот. Көздің алдыңғы бөлігінде пигментті эпителий, торлы қабықтың соқыр бөлігі орналасқан. Артқы бөлігінде торлы қабықтың көру бөлігі орналасқан. Осы жерде біз сарыдақ пен соқырдақ туралы айтатын болсақ, бізде сарыдақ, былайша айтқанда фовия централис, ол бізде көрудің ең жақсы бір качествосы орналасқан бөлігі болып табылады. Жалпы біз көрген кезде самый күшті жер көрінетін осы сарыдақ болып табылады екен. Бұл жерде неге күшті? Потому что бұл жерде жаңа айттық қой, бізде құтышалар мен таяқшалар бар деп. Вот осы құтышалардың саны едәуір көп болып саналады. Сол себепті біз күндізгі уақытта көбірек көреді екенбіз. Яғни көбірек жақсырақ көреміз. Түнгі уақытта көзіміз көре алмайды ғой. Түнгі уақытта дұрыс оқи да алмаймыз, былай қарасам. Сол себепті осы жерде ең жақсы бөлік болып табылады. Және де тағы бір айта кететін жағдай, ол бізде осы құтышалардың, биполярлы жасушалардың және де ганглиозды жасушалардың пропорциясы 1:1:1. Яғни құтышалар 1, биполярлы 1, ол ганглионозды жасушалар 1. Оны қалай жаңағы көреміз, ол бай болып тұр. Бізде мысалы қараңыздар. Бізде ганглионарлы жасушалар, иә. Ганглионарлы жасушалар аз бұл жерде. Ал бізде биполярлы жасушалар көп. Мыналарға қарағанда биполярлы жасушалар көп. Ал құтышалары, яғни мына жерде одан сайын көп. Яғни жаңа біз айттық қой, что 1:1 пропорциясында болады. 1:1:1. Ал бұл жерде аз, көрдіңіздер ме? Яғни әртүрлі жерлерде аз болып келеді. Мысалы, мына жерді көрсетейін міне. Міне вообще аз, қараңыздар. Ганглионарлы жасуша, иә, биполярлы жасуша, фоторецепторлар, жаңа құтышалар, иә, өте аз. Получается, құтышалар көп болғанымен, биполярлы жасушалар көп болғанымен, ганглияларлы жасушаларға информация беріледі. Бұл жасушалар аз болатын болса, қанша құтышалар көп болсын болмасын, информация бір пиксельге тән. Яғни сол ғана бір информация ғана беріледі. Вот. Бұл әртүрлі жаңағы бөліктерін айтып жатырмын да. Ал жалпы сарыдақты 1:1:1. Яғни нені көресің, сол жеткізіледі неге? Миға, яғни информация миға жеткізіледі. Мысалы, біз бір кітапты оқып жатып,
көздің қырымен, яғни бүйір жақтағы заттарды оқи алмайсың да, жанында басқа кітап тұрсын, сен оқып жатқан кітапты ғана оқисың. Ана кітапты хотя сен көріп тұрсың, бірақ та сен ол кітапты оқи алмайсың. Сары не түседі, соны көресің ғой. Вот. Содан кейін бізде ең соңғысы, біз жаңағы нені айтсақ болады, соқырдақ туралы айтсақ болады. Жалпы бізде соқырдақ ол көздің жарықты қабылдай алмайтын бөлігі болып табылады екен. Яғни бұл жерде ешқандай жарық сезгіш фоторецепторлар, жаңағы нейроциттер болмайды. И бұл жерде бұл аймақта торлы қабықтың мультиполярлы ганглионарлы қабатындағы нейроциттер аксондардан түзілген жеке талшықтардың қабаты құрайды. И сондай болады, эволюция кезінде осындай соқырдақ болған, яғни ол ешқайда жоғалып кетпейді, ол нормада. Просто ол торлы қабықтағы жарықты сезбейтін көздің түбі аймағы болып табылады екен. Сонымен болды. Жаңағы қосалқы аппараттарынан не айтып кетсек болады. Қабақ туралы айтып кетсек болады, иә, мысалы. Мына жақта жоқ екен, бірақ та былай ауызша айта берейін. Ол ешқандай қиын емес. Оны сізді анатомияда да өткен боласыздар. Бұл жерде тарзальды бездер болады. Одан кейін бізде майлы бездер болады. Немесе цейса жаңағы бездер деп атайды. Одан кейін апокринді бездер болады, жаңағы кірпікте орналасқан. Немесе оны моля несі бездері деп атайды. Одан кейін қосымша көздің бездері де болады екен. Жалпы осымен болды. Көз аса қатты қиын тақырып емес. Сіздермен болған Қазмет. Пайдалы болса комментарийға жазып кетіңіздер, қай жер пайдалы болды. Құдаларыңызды күтеміз. Сау болыңыздар.